Ассаламуалейкум, құрметті жігіттер мен қыздар, құрметті тәлім алушылар. Мынау 16 желтоқсан келе жатқан тәуелсіздік күні, одан кейін мынау тәуелсіздік жолында опат болған боздақтарды еске алу күні құтты болсын. Қайбір тәуелсіздік болмасын, бұның бәрі жаңағы жан беріп, жан алудан тұратын күрес қой, өмірдің күресі. Сол жолда талай ата-бабаларымыз бен замандастарымыз кетті, қыршын кетті, бақилық болды. Мына бүгінгі өтіп жатқан сабақтарыңыздың өзі де осы тақырыпта екен. Мен санау Таразда отырып сіздерге сәлем жолдап жатырмын. Ең бірінші айтарым, тәуелсіздікті, азаттықты сақтауымыз керек. Біз енді өзіміздің әліміздің келгенше өнермен, әйтеуір әнмен болсын, сахна өнерімен қорғап аялап жүрген ағаларыңыздың бірімін. Әбиірбек Тінәлі деген композитормын, актермын, әнші, ән айтам. Сол осы жолда туған желтоқсан желі деген әніміздің өзі осы азаттықты аңсаған қазақтың бірі ретінде өмірге келіп еді. Осы Таразда өмірге келді 1986 жылы 16 желтоқсан күні осы ән өмірге келді. Демек, арпалыста болып жатқан күнде, тәуелсіздікке ұмтылып жатқан сәтте өмірге келіп, халықтың, өздеріңіздің жүректеріңізге қонған шығарма болды бұл. Сабақ дейіне сәтімен дейді ғой. Оның бәрі жай ән болып келген жоқ. Оның бәрі бас көтерген жастарымызға жасалған кейбір қиянаттарды мойындамай, жастардың бәрі ондай ессіздікке бармаған болар деген үлкен бір алаулаған намыстың нәтижесінде өмірге келген ән еді. Бұл әннің сөзін жазған ақын Әбдірахман Асылбек болды, марқұм қазір ағамыз. Сондықтан да тәуелсіздік күні құтты болсын, айналайындар. Қайда жүрмейік, жанымызды да, білімімізді, ақылымызда, санамызда, намысымызда осы жарқын күнді, осы қимас күнді мәңгілікке сақтап қалу біздің міндетіміз болады ғой. Сондықтан біздің ұрпағымыз, сендердің ұрпақтарың болашақта азаттықта болу үшін, бейбіт күнде өмір сүру үшін жақсылап оқуымыз керек. Тарихты білуіміз керек. Мына Асланбек ұстаздарыңыздың, ағайларыңыздың беріп жатқан тәлім тәрбиесін тыңдау керек. Көп нәрсе айтады. Немқұрайлы қарамаңдар, айналайындар. Осы біліммен келетін азат күн ғой. Неғұрлым білімді болған сайын адам соғұрлым азаттықты қолдан шығарып алмауға тырысады. Осындай тілектемін. Аман есен бір күндердің күнінде өздеріңмен бірге жүздесіп, сұхбаттасуға Алла нәсіп етсін. Әлгі мен жастарға сенемін деген жақсы сөз бар ғой, біздің ағаларымыздан қалған. Соны ту етіңдер. Көп ыржаңдамауға тырысу керек. Өйткені бізде кең байтақ дала бар, отан бар, оның аспаны бар, оның жері бар, суы бар. Соның бәрін өзіміздің ұлтымыз үшін, ұрпағымыз үшін сақтауымыз керек, айналайындар. Сол жолда өнер болады, сол жолда
өмір болады, осыны ұмытпаңдар. Көріскенше күн жақсы болсын. Ұстаздарыңды сыйлап, мектеп деген ұяларыңды аялап, сол мектептен алған білімдеріңді биіктетіп, жақсы бір еліміздің азаматы болыңдар, айналайындар. Аумин. Аллаху акбар.